Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін бізде YouTube каналымызда тәуекел бойынша айтатын боламыз, яғни риск қалай жасау керек. Видеоны осы өзімнің Porsche 911-ның ішінде түсірейін дедім. Көп адамдар сұрады менен. Және сен BMW-ның ішінде түсірдің. Енді давай Porsche-ның ішінен контент түсірсек, бізге Porsche-ның ішінде отырып сенен білім алғымыз келеді деді. И бүгінгі видео осындай форматта болады. Сол үшін соңына дейін көріңіздер. Мен танымайтын адамдарға өзім таныстырып кетейін. Менің есімім Еркебұлан, фамилиям Болатов, Абырой Watch компаниясының иесімін. Яғни бізде Қазақстан нарығында өзіміздің сағаттардан бірінші орындамыз біз. И бүгінгі видеода риск как раз менің өмірім осымен байланысты, кәсіп жолымен. Сондықтан соңына дейін видеоны көріңіздер. Давайте енді машинамды оталдырып көрейік. О, кайф. О, кайф. Осыдан 3 жыл бұрынғы Еркебұланға осы ат болады десе, сенбеуші еді. Мысалы бір адамдар қазір осы видеоны көріп, енді кәсіп жолына, енді жетістік жолына түсіп жатқан жастарда сондай сезім болуы мүмкін да. Телефонына заставкасына қойып, машинаны ше, Porsche алам, BMW алам, Mercedes алам деген сияқты визуализация жасап, и ішінде сезім тұрса, то что болып қалады-ау деп, бірақ сомнение болса, это нормально. Ол барлық адамда болады. Сомневаться ету бүкіл адамда неуверенность болады, бүкіл адамда самооценкасы түсетін моменттер болады. Бірақ оған қарамастан әрекет жасау керек та. Бүгін қолынан келмеді ма, дальше әрекет жасайсың. Бұның қолынан келмеді ма, дальше әрекет жасайсың. И сенде в итоге бәрі де өзіңнің қалағанды аласың. Мысалы, соған мысал ретінде мен өзімді алсам болады да. Өте қарапайым отбасынан шыққан, папамның өмірінде машина болмаған, бізде өмірімізде үй болмаған, бізде айлықтан айлыққа қиналып өмір сүргенбіз. Бірақ та мен ішімде сенім тұратын да, то что иншаллах мен алам. И бір мықты сөз бар да, айтады да, сен 70 жасында миллиардер болғанша, лучше 25 жасында долларовый миллионер болған жақсы дейді да. Мысалы мен қазір 22 жастамын, и өте қатты қуаныштымын. Неге? Себебі сен жас кезде осындай қымбат машиналар, жас кезде осы ақшаның дәмін сезе аласың, ақшаның дәмін көре аласың да. Ал 70 жаста не ол? 70 жаста сен бүкіл өмірің өтті, сен миллиард долларың бар, сен оның рахатын көре алмайсың, смысл жоқ та ол ақшадан. Яғни сен басқа біреуге көмектесу арқылы ғана ол ақшаның дәмін тата аласың. Сол үшін мен жастарға айтарым, баюды ертеңге қалдырмаңдар, баюды бүгінге қалдырыңдар. Яғни бүгін байыңдар, ертең емес ше. Сол үшін де созбаңдар. Енді тәуекел темасы, көп адамдарға осы сұрақ бар да, қалай тәуекел жасасам болады, қалай рисктен қорықпауға болады, қалай қорықпау керек деген сияқты сұрақтармен жазады. И ондай адамдарға менің нақты четкий жауабым бар. Ол қалай? Ең бірінші кезекте сіздер рискқа не үшін бару керек екенін білуіңіз керек. Бағана айтқандай, әлемдегі ең бай адамдарды қарайтын болсақ, олар кәсіпкерлер, олар өте қатты рисковать еткен адамдар, олар маркетингке ақша аямаған адамдар, олар өздеріне біліміне ақша аямаған адамдар, яғни барлық ақшасын рискқа, тәуекелге салған адамдар, иә. Бұдан біз түсінуіміз керек, что сенің өміріңде финансовый рост тоқтайды, білім алған кезде тоқтатқан кезде емес, еңбек етуді тоқтатқан кезде емес, риск жасауды тоқтатқан кезде сенің қаржылай өсуің тоқтайды. Мысалы, мен өзім қазір қараймын да, бізде аға кәсіпкерлер де бар, белгілі бір доходта жүргендеріне 10 жыл болды да. И мен өзіме сұрақ қоямын, неге мына кісі 10 жыл уақыт болды бизнеста жүргеніне, бірақ та 10 жыл бұрын қандай ақша тапты, қазір де тура сол ақшаны тауып жатыр. Неге өспейді бұның доходы? Белгілі бір деңгейге өсіп келді, өспей қалды. Сөйтсем, осы сұрақтың жауабы барлығы риск қана. Яғни адамдар белгілі бір деңгейде тәуекел жасауды тоқтатады, риск жасауды, и олардың доходтары бір орында қалады. Сөйтеді, не істейді адамдар? Проработка дейді, маманы кешіру, папаны кешіру, білмеймін, психологиялық проблемаларға кірісіп кетеді. На самом деле, олардың ақша келетін бірақ инструменті бар еді. Ол рискқа, яғни қалтасында бар ақшаны қай жерге жұмсаймын, что ол маған көп ақша алып келу керек. Соны ойлану керек та. Рискқа бармас бұрын нені білу керек? Екіге бөлу керек та, яғни тупой риск и осознанный ақылды риск, екіге бөлуіміз керек. Тупой риск дегенімізді, мысалы мен ойымша, көп адамдар рисковать ет деген сөзді естіп алып, және мен айтқан сөздерді осы моментке дейін көрмей, орнынан тұрып, әрекетке көшіп кеткен адамдар. Олар не істейді? Олар қадалады. Себебі оларда четкий инструкция жоқ та, қалай рисковать ету керек. Ең бірінші рисковать ететін алдында сіздер есептеулеріңіз керек. Мен өз кәсіппен айналысып жүргеніме қазір 4 жылдан астам уақыт болыпты. Негізі 17 жасымда бастағанмын. Бүйтіп қарайтын болсам, менің өмірімдегі колоссальный, өте үлкен өзгеріске әсер еткен тек қана тәуекел екен. Тәуекелдің арқасында ғана менде қазір бар дүниелер, менің компаниям, менің капиталым, менің көліктерім, менің үйім, яғни осының барлығы тек қана әрқашан рисковать еткенімнің арқасында жиналған екен. Сондай бір үлкен сіздердің рискқа деген көзқарастарыңызды өзгерту үшін өзімнің
бір историяларын айтып берейін. Мен 2022 жылы Аброй-Watch компаниясын қарызға сатып алған болатын. Мен ол кезде 19 жаста болған едім да. Сол кезде менде общий обязательство ол 57 миллион теңге болды да. Кейбір адамдар айтады да, бұл не деген цифралар, сен өтірік айтып жатсың деген адамдарға мен ештеңе айтқым келмейді. Потому что барлық адам қонау, барлық адамды сендіру ол мүмкін емес. Сол үшін мен ондай адамдарға ештеңе айтпаймын. Сену де сенбеу де әркімнің өзінің таңдауы. Менің миымда бүйтіп қарайтын болсам, тәуекелге деген отношение дұрыс болған да. Өйткені Аброй компаниясын маған дейін сол жігіт сатып алған, оның алдында бұрынғы иесі болған, Абройдың основателі. Ол кісілердің ешқайсысы Абройдан сол моментте прибыль көрмеді да, мүмкіндік көрмеді. Бизнес тоқтап тұрды. Чистая прибыль жоқ, команда жоқ. Қарап тұрсам, көп адамға тіпті сол кезде сторис салды да, сол жігіттер. Біз Абройды сатып жатырмыз, Абройды алатындар бар ма деп. Бірде-бір алатын покупатель шықпады да. И не болды? Мен келдім, компанияны көтердім. И қазір барлық адам қарайды да. Еркебұлан жол болып кетті. Еркебұлан жақсы сделкаға вовремя кіріп кетті деген сияқты заттар айтады. Бұл мен сіздерге айтайын, бұл жол болу емес. Бұл менің рискқа деген қарым-қатынасым. Мысалы, сол кездері мен 19 жаста болдым ғой. Амбициям ұрып тұр, ішімде мотивация жоғары, күнде таңертең ерте тұрам. Яғни мен аш болып тұрмын да, стимул ұрып тұрды да, менде жетістікке жету стимулы өте қатты болды. Сол кезде маған қандай ұсыныс түссе де, қандай мүмкіндік келсе де мен жұлып жеп алып, яғни мен ешқандай возможностьті өзіме өткізбейтін. Сол сәтте менің осы жағдайым әсер еткен, бірақ Еркебұланның қасиеті болды да, ол тәуекелге деген қарым-қатынас. Яғни тәуекел жасап жатқан кезде оның миында қадалып қалам, оның миында мен жүргізе алмай қалам, оның миында мен жолым болмай қалады деген убежденияларым болмау мүлде. Жай ғана Аллахқа тәуекел ету, яғни сену. То, что мен қазір еңбектенемін, қолымнан келген барлық дүниені істеймін, яғни алатын білімнің барлығын алам, кім бар сұрауға болатын барлығынан сұраймын. Бірақ мен бұл тәуекелді істеймін. Көп адамдар қазір қарайсың, таңертең ерте тұруды фокус қояды, дисциплина жайлы 1045 кітап оқиды, 1045 видео көреді өмірлерінде. Когда сенің артыңда үлкен қарыз тұрған кезде, когда сенде үлкен обязательство тұрған кезде, үлкен жауапкершілік тұрған кезде, сенде дисциплина жайлы видео көріп отыратын уақытың болмайды. Тіпті мынандай рискқа қатысты видеоны да көріп отыратын уақытың болмайды сенің. Сенде тек қана сол ситуациядан қалай шығамын деген миыңда задача тұрады. Сенде дисциплина автоматом қосылады. Яғни ұйқы қанбау, тағы да жата тұрайын деген мәселе жоқ ол кезде. Егер де өмірлеріңізде қазір дисциплина жоқ десеңіздер, өзімді таңертең ерте тұрғыза алмай жатырмын, өзімді еңбекке сала алмай жатырмын дегендеріңіз болса, тогда сіз қанша миллион видео көре беріңіз, миллион миыңызға проработка жасай беріңіз, миллиард рет визуализация жасай беріңіздер. Бірақ өкінішке орай сіздерде әрекет жасап басталмайды. Өйткені біз адамбыз ғой. Адам тек қана артына бірдеңе тақалған кезде, артына бір қиындық түскен кезде стимул арқылы алдыға қозғалады. Мен жаңағы бүкіл обязательствоны 3 айдың ішінде орындаймын. 3 ай емес, 2 айдың ішінде орындаймын. 2 ай, қателеспесем, 12-13 күннің ішінде мен толық қарызымнан, толық обязательствомнан құтылдым. Оны мен таныстарым да барлығы біледі. Мен компания сатып алған кезде басында бізде продажа болмады. Яғни мен не істеймін, ё-моё, бізде товар өтпейді, реклама жіберсең что-то қиын, қалай съемка жасау керек, оған дейін сен брендпен жұмыс жасап көрмегенсің, қымбат съемка жасап көрмегенсің, сенде істегені SMM-шік 150 мың теңгеге істеген, ол андай контент істей алмайды деген миыңда страхтар тұрады, сенде таргетологың жоқ. Сол кезде не істедім мен? Мен тұрымда айттым, маған осы ситуациядан шығуға қандай әрекет әсер етеді? Соны жаздым списогын. Ол ең біріншісі, ол біздің сағаттардың жалпы средний чегін көтеру. Яғни, мысалы, 100 мың теңге сатылса, 130 мың теңге қою, 70 мың теңге сатылса, 120 мың теңге қою деген сияқты. Яғни, қымбатқа сату. Көп адамдар айтады да, сен қымбатқа сатсаң, жаңағыдай, ол дұрыс емес деген сияқты ше. Жоқ, бұл бизнес, біз капитализмде өмір сүріп жатырмыз. Сен бір затты қымбатқа өзіңнің наценкаңды қойып сату, бірақ та өте сапалы, соған лайық товар беру, ол біреудің ақысына кіру емес. Ол плюс, ол дұрыс. Одан келесі менің әрекетім, ол жаңа контент түсірмеу. Просто түсініп алдым ғой. Мен еткен жаңа контент түсіретіндей менде мүмкіндік жоқ. Менде ондайға возможно жоқ, ақша жоқ. Мен істедім, алдымда бізде Абройда бар бұрынғы контенттерді алып, монтажын өзгертіп, ішіндегі тексттарын өзгертіп, клиенттерге өтетін офферлар қойып, үстімде реклама қостым, и бац, продажалар басталды. Бац, продажа кетіп жатыр. Қымбаттатқаннан менде мүлде продажа түспеді. Кайф, кетіп жатыр продажа. И сол ситуациядан шықтым да мен. Яғни мен Абройды сатып алғаннан кейін, бізде общий май айында, 2022 жылы май айында бізде 32 миллион теңге общий оборот жасадық. Енді елестетіңіздер, 32 миллион теңге
ол мен тағы бір проектім қосқанда жаңағы реплика AirPods сатқанбыз и абырой компаниясын қосқан кезде 32 миллион теңге оборот болды. Мен сол ситуациядан өмірімде ақшаға деген отношение сол кезде өзгерді. Мысалы сол уақыттан бастап қарайтын болсам, мен айына минимум 5 миллион теңге таза мен тауып бастаппын да. Яғни мен сол уақыттан бастап, сол тәуекелге барған уақытымнан бастап, менде бірде-бір ай болмапты. 5 миллион теңгеден аз ақша тапқан уақытым менде мүлде болмапты. Қазір айына мүлде жаңа 100 миллион теңге тапқым келеді да. Енді осы мақсатқа ұмтылу үшін менде осы задачаға өзіме запрос қоямын. Қандай? Еркебұлан, сен қалай осынша өзіңнің қойған мақсатыңа жете аласың? Оның жауабы біреу ғана. Қай жерге мен ақша саламын, чтобы мен рискқа бару үшін, орнынан қозғалу үшін болды. Түсіндіре алдым ғой сіздерге ақша табу инструкциясын. Яғни сенде тұрмайсың, қандай проработка, қандай мышление керек деп тұрмайсың. Сен сұрасында айтасың. Менде мынанша ақша бар қазір. Мен қай жерге салсам осы ақшаны, мен оны 2x тайм, 3x тайм болды. Осы сұрақтың жауабын іздеуге ғана сен уақытыңды құртуың керексің. Сол кезде сен өзің мақсатыңа жетесің. И сіз түсінуіңіз керек, қандай риск жасасам, мен одан да көп ақша табамын. Болды. Қаншалықты көп еңбек етсем емес, қаншалықты дисциплинамды дамытсам емес, қаншалықты көп білім алсам деген емес, қай жерге мен ақшаны салсам, менде рост басталады. Болды. Қарапайым сұрақтың жауабын тапсаңыздар, сіздерде өмірлеріңізде колоссальный өзгеріс басталады. Енді көп адамдар сияқты мен мүмкін рисктің темасын аша алмаған шығармын, мүмкін рискқа терминдер қоса алмаған шығармын, психологиялық моменттер қоса алмаған шығармын. Менде ол жағынан білім жоқ. По факту айтайын сіздерге. Менде тек қана опыт бар, өзімнің өмірімнен өткен. И осы опытпен ғана мен бөлісіп, адамдарға белгілі бір ой салып, қазіргі ситуациядан қалай шығу керек, соны жеткізе алдым деп ойлаймын. Жалпы видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге пайдалы боладым деп ойлаймын. Ойымды ашып жеткізе алдым деп ойлаймын. Каналымызға тіркеліп қойыңыздар, себебі сіздердің сандарыңыз өскен сайын менде мотивация көбейе береді. Жаңа айтқандай ғой. Рисковать ету, жаңа контентке ақша салу менде мотивациясы жоғарылайды. Сол үшін давайте бірімізге поддержка берейік. И одан кейін комментарийға жазып кетіңіздер, қандай келесі тақырыптарға мен айтайын, қандай тақырыптар сіздерге әсер етеді. Солай мен сіздерге контентке де идея болады маған, и сіздерге де максимально пайда боламын да. Яғни сіздермен мен коннект ұстап отырғым келеді. Менде жаңа мына жаққа тұрып алып, мә бүйтіңдер, мынаны істеңдер деп емес, сіздермен обратный связь ұстау арқылы мен өзімнің каналымды да дамытқым келеді. И сіздерге де даму жолын көрсеткім келеді. Мен әлі жетістікке жеттім деп өзім толық айта алмаймын. Мен жолдамын, біз бірге жетеміз. Яғни мен бұнымен тоқтамаймын. Менің үлкен мақсаттарым бар, амбицияларым бар. И мен осы амбициямен бөлісіп жүре тұра, өзімнің жетістікке жету процесін көрсетемін адамдарға. И солай сіздерде әрекет көшіп бастайсыздар деп ойлаймын. Мен ойымша Қазақстанда енді бұндай адам жоқ деп ойлаймын. 22 жаста осындай жағдай жасап алған, осындай қымбат машиналар айдайтын, осылай өз ойын анық жеткізіп бөлісетін, и бірге жай ғана тоқтап қалып емес, бірге әртүрлі проекттер істеп, қадалып, ақшасын жоғалтып, осылай өзінің даму процесін сіздермен бірге өсіп отырған адам Қазақстанда жоқ деп ойлаймын. Сол үшін де давайте бірімізге поддержка беріп, каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Келесі YouTube видеода көріскенше.